Алло, Жандау, жаным менің. Күйеу керек маған. Айтып едім ғой саған. Іздедің ба? Қойшы, қайдағы күйеуіңіз? Қандайсың, өзің 3 жылда үшеуін ауыстырдың, қызығын жалғыз өзің ғана көргің келіп жүр ма? Кетші, мен де күйеуге тигім келеді да. Қартайып қалдым, отыра берем ба осылай? Я, бәсе, сөйтпейсің бе бағандан бері? Қандай болсын дейсің ба? Знаешь, маған қандай болсын? Ялам айтуға. Айта берейін ба? Маған бар ғой, міндетті түрде бойы ұзын болсыншы. Я. Анау талпиған тәпелтектерді жаным жек көреді. Терпеть не могу. Сосын бар ғой, анау екі иығына екі арыстан мінетіндей бар ғой. Анау здоровый болсыншы, я. Аға. Сосын бар ғой, анау айтады ғой, мақал бар ғой қазақта, ер мұрынды келеді дейді ғой. Мұрынды болсыншы. Я. Мұрынды болсын, я. Обязательно мұрынды болсын, я. Анау жұпаркүлге де айтып еді маған күйеу ізде деп. Ол да тобақ исайып іздеп жүрген шығар. Қас келіп қалу керек. Нағыл дейсің? Мә, қызықсың ғой жанны. Тұра берсін, запаста тұра береді ғой. Біреу болмаса біреу болады ғой. Өлә, мен күйеуге тигім кеп жүр. Қатты тигім кеп жүр осы жолы. Қатты тигім келеді, айттым ғой. Не шучу. Давай. Жаным сол. Пока, я? Күйеу тапсаң маған хабарлас. Пока. Өлә, өлетін шығармын ай. Күйеу іздейін деп күйіктен көретін шығармын мен. Өлдім ғой. Тәрәккенім сол. Періштем менің торғайым. Сен үшін жер әлемді жеті кездім. Шаршадым, шалдықтым, бірақ таптым. Өләм. Кімді тапты ғой? Күйеу. Маған ба? Әй, жасың нешеде? Жас бойы. Орташа. Бой қандай? Стандарт. Мұрнышы. Мұрыннан музей жассаң да болады. Тура 5 мұрын. Дайындал, қазір келіп тақылады. Не? Жүнді ма, 5 дедің ба? Иә, 5. Адам өзі? Анатомияда айтқандай, хайуаннан тойыс. Маймылдан азған адам біреу емес 5 қазір келер. Өлә, жұпаркүлі кетші мен сенен. Өлә, мен кетті. Жоқ, жүнсіма мен сенен бірақ күйеу іздедім, бірақ күйеу сұрадым ғой, мен саған 5 тап деген жоқпын ғой. Ештеңке жоқ, қойып олар мен не туралы айтырсың? Не туралы сөйлесем мен о? Әй, кімдер өзі? Айтшы, кімдер? Айғырдай азаматтар. Біріншісі бар ғой? Бар бол, жар бол. Бар бол, қырдың партократ. Тарап кеткен парламенттің депутаты қазір бизнесмен крупный. Арманы французша сөйлейтін жар табу. Өлә, жұпаркүл есің дұрыс пей? Мен өзі тіпті французский түгілі мен қазақшаны, орысшаны тіпті оңдырып сөйлемеймін ғой. Шырқ етпе. Мен сен үшін біраз французша жаттап алдым. Қайшы, айтшы маған. Сенки. Ескизмый. Африка зрейн. Күтбай, күтінта, пардон, пассаж. Өлә, массажда французский ма не? Бар французша. Мә, білмеппін ғой сүнгі дейін. Қандай опыңы, я? Я, екіншісі бар ғой. Қорабайым, Малдыбайым. Есің оса бар ғой, осының етегінен ұста. Әйтпесе, миың шаш жүреді. Миың шаш жіберем деп айтты ма не? Нағыз фермер. Қора толы мал. Ой, жұпаркүл, қойшы кетші бар, не хочу. Ұнамайды маған. Мен ана қораның қоңырсы қисыны вообще терпеть не могу. Мен ана бар ғой, үйдегі мысықтан басқа хайуан танымаймын мен. Не хочу. Ай, іштенке жоқ, үйренесің. Айтпақшы 5 дедің ба? Үшіншісі кім бұл дедіңші? Үшіншісі Сұңғыла ибн Талап әл-Таланти. Қазақ өзі? Аспаныз. Аспаныз? Иә, мұнтаздай тап-таза. Осы қалтасына киім шөткасын, қонышына майлы шүберегін алып жүреді. Осыған тисен қолыңды жылы суға маласын отырасың. Бала табудан басқаның бәрін біледі. Ойбай, онда оған әйелдің керек не? Ай, саған байға тиіп алу керек та, болды емес пе? Ай, вообще-то да запаста тұра береді. Төртіншісі бар ғой. Ешсігім. Интеллигент.
Intelligent. Әйел керек дегеннен кейін мен тізімге қоса салдым. Кім өзі? Аты жөні Қыздыгүл Сызылғанов. Өлә. Қыздыгүл Сызылғанов дейді? Ша, қандай кәпір жаман аты? Бесіншісі бар ғой. Бесіншісі кім ай? Айтшы бол. Ойбай, бесіншісі бар ғой. Қаншысы? Ақша десең ақша, машина десең машина, асабнак десең асабнак. Асарын асаған, жасарын жасаған, 70-тен асқан, көп көрген көсем Бұлғанов. Немене? Жынсың ба не? Мен саған шалтап дедім ба не? Мен саған күйетіп дедім ғой? Мен ана интеллигентіңе әрең шыдап отырмын, мына қақпасында қайтем мен? Қойшы мен кетем мен, не қайтым жындамын ба? Тауарды таңдағанда таппасы үшін әртүрлісі келеді. Таңдайыңа татмаса тастай саласың, о нәрсе? Сөйтем ба? Иә. Сосын бар ғой, иә? Бес еркек сенен бес бірнақ жасамайды. Олар келгенде мына оқымыс екеніңді білдіріп өтіріктен сызылып, қолыңа кітап алып ап, ой, бүйтіп сызылда, табиғат қандай тамаша деп қойсаң біттар жақ кете береді. Қалай? Табиғат қандай тамаша деп көзі төңкеріп жүр. Табиғат қандай тамаша. Айтты. Бісміллә, өздердегі жеті. Жүрбек тез-тез кейін. Ай, бесеу, мен не тұрған сөйлесем олар, мен маңайла қойған мен. Не хочу, мен күйеуге шықпайды, шықпай. Мырзалар, жайғаса беріңіздер. Мырзалар, мен қазір бойжеткенді шақырып алып келейін. Махаббат, саусаң сиырмын сеғат, ішсең тамақ, жатсаң кроват деген бір кезде. Мырзалар, шабытым кеп тұрғаны, таудан ұшқан кекілік, тастан тасқа секіріп, кекілік қуған 5 төбет, кім қалар екен өкілі? Браво! Мына мен өзім әйел затына зәру емеспін. Французша білем екен, жөйді бұғмейм екен. Бұғмесе мен кетем. Бірінші байлық, денсаулық. Екінші байлық, денсаулық. Французша білу шарт емес. Маған балжанның жөнін білсе, үй шаруасына мығым болса болды. Мен шаруа адаммын. Трактор емес әйел деген, еместе ол комбайн. Білуге де міндетті емес мал жайын. Әйел деген гүлдей нәзік предмет, сувенир қып ұстау керек, жарқыратып маңдай. Браво! Кетпей. Браво! Жігіттер, вообще, маған тез жет деген соң, асығып үсігіп жүріп, аяғыма 2 түрлі туфли киіп жігіттер, бірақ мына қыздарменен не жайында сөйлескен дұрыс? Енді ол. Мына мен табиғатқа келгенде мақұрыммын. Вообще, кетіп қалсам ұят болмай ма? Кетей бұлай қарай. Асықпаңыз. Амандық болса бірге қайтарымыз. Иә.
сіздерге қарағанда менің үмітім аздау. Кемпірден айырылдық. Бала-шаға өз жөнімен кетті. Бірақ та қарасу үстіңді қақтығысып отыратын біреу керек. Шіркін-ай десеңші, тізеңді қысқылап, арқаңды уқалап отыратын жөні де біреу болса. Өйтікінім ая. Ақсақал, мына мен тұрған кезде сіз бен мына интеллигент екеуіңіз бәсекеге бәстікпегендеріңіз жөн. Ей, бизнесмен! Мен тұрғандырап шалқая берме! Миыңды шашып берем! Қызыңды ұрайын! Мүмкін осы арада менің ғана қалғаным дұрыс болар. Дұрыс. Үрейт, соқ бірің өліп бірің қал, әкең өліп жетім қал, үрей. Жетей! Ескі мый, сен ки. Кешіріңіз, қайталап айтайын. Ескі мый, сен ки. Алпрадырзрейн, Майкл Джексон, Гүтін так, пардон, массаж, Арнольд Шварценеггер. Массаж дейме? Ол маған ұнайды! Бекеш, мына сіздің французша сөйлегеніңіз маған ұнайды. Францияда қайдан үйренгенін білмеймін, әйелдердің бәрі французша сөйлейді. Өзіңіз французша білесіз ба? Жоқ, Францияда болып көрдіңіз ба? кинодан көргім. Онда сол Францияда болып тарту таралған зат емес пе? Әркіше. Не қашу. Келесі ма? Келесі. Қыздай сызылғанақ. Ағай. Табиғат қандай тамаша. Қашан? Неғыл дейді? Кеше? Мен құрдым ғой, тұндым. Байқаңыз, анау құрдымға кетіп қап жүрмеңіз. Гүлді алмайсыз ба? Гүлді. Ана стойқы үстіне қоя тұрыңыз. Мақұл. Қоя салыңыз. Ұнамайды, қойшы. Келесі кім? Қырабай Малтыбаев. Табиғат қандай тамаша, ағай. Иә, табиғатыңыз қандай тамаша. Қызыңды ұрайын. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық 10 саулық. Енді үшінші байлық ақжаулыққа кезек келіп тұрғандай. Қызыңды ұрайын. Бірақ мәселе онда емес. Құдайға шүкір мәшине бар, ауылға мәшинемен аттанамыз, ары қарай трактормен тырылдаймыз. Бірақ трактордың кабинасы екеумізге тарлық қылуы мүмкін. Сондықтан анау тойға деп апаратын ұн, тұн, шай, тұз, қант, кәмпитпен бірге, анау малға деп апаратын комбикормен бірге телешкенің үстінде сабан төсеп, сізді отырғызамын. Қызыңды ұрайын. Ағай, бұдан да мен анау кәмпитпен бірге қосып, анау қапқасып апармайсыз ба? Ол жағын ойламаппын, Сіз сол жағын ойланыңызшы. Жөнде неге мен үшінші байлық болуым керек? Неге мен бірінші байлық болмасқа? Содан кейін бір ой мен, Анау бар ғой, мысықтан басқа ошы хайуанданмаймын. Қызымды ұрайын. Миың шашып
берейін ба? Мамба. Мамбе. Ұнамайды шкафты қандай жаман. Келесі ма? Сыңғыла, ибн тала, әл таланты. Құдай-ау, табиғат қандай тамаша. О, табиғат қандай тамаша. Көз тоқтатып қараса, тілек қосып сіз бен біз кетер едік жараса. Басыма бақыт қонар ең, жоқтың орны толар ең. Хрусталь мен фарфордың ортасына қоятын сувенирім болар ең. Жаса десең жасайын, бүгін тойды, бағалаған мендегі терең ойды. Тамақ көзім істеймін, кірде жуам, бала табы қолымнан келмей қойды. Ақындарды мен өзім тани бермен, танысам да мойнына қарғай бермен. Әйеліме сувенир керек болса, қошақ сатып алғын Барби деген. Хрусталь мен сувенир жиып алғын, ол аз болса, әйелше киім алғын. Бала табы қолыңнан келмей қойса, міне еркектің біріне тиіп алғын. Ұнамайды. Келесігі ма? Келесігі ма? Көрген көзім бұлғанып, көп көрген көзім бұлғанып. Ата, Табиғат қандай тамаша? Тамаша. Табиғаттың тамашалығы сол. Жастармен бірге елітіп, өзіңе қарай телміртіп қойды ғой. Кемпірден кейін қалдық. Ол ұяға, қыз қияға қонды. Дәулетім, сен тұрмақ, сенен кейінгі, сенен кейінгі, сенен кейінгі де жетеді. Қауқарым шамалы, дәуренім өтті, әурем көп. Жылы жүзбен қарасаң, отырар едім, сәулем деп. Шіркін ай десеңші, ыстық суға салып, тіземді ысқылап, арқамды уқалап, мирағат ай десеңші. Атажан, Хасылудың арманы Дұрыс еркек қалмады. Тағдырдың басқасы алғаны қайтейін, Атажан, мен өзіңді таңдадым. Мен өзіңді таңдадым. Қаусаған шалдың есіне қызықты да? Тиға, мына шалда не қауқар қалды дейсің? Артындағы әулеті мен дәулеті ұзағынан болғай. Ақыл орында. Қоғыз бәрекелді жасадың. Жігіттер, мына кісі бір түрлі талып қалды. Скорый керек, скорый. Тиха, тиха. Шалда ешкімнің ортағы жоқ. Ұстамланы. Шал менікі. Не істеу керек екенін өзім білем. Алдымен ЗАГСке тартыңдар, скорая подождет. Махаббаттың құдіреткіші әлдерін, екі жасты табыстырған жүрегін, жасы жалына сынамана қылейін, бақытына бүсіндің көндерін.